референдумды әзірлеу мен өткізу жұмыстарына облыс бойынша 12 аумақтық сайлау комиссияларының 84 мүшесі және 492 учаскелік сайлау комиссияларының 3748 мүшелері қызмет көрсетіледі деп күтілуде. Жалпы референдумды ұйымдастыру және өткізу жұмыстары тұрақты бақылауда және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп тиісті жұмысты ары қарай жүргізетін боламыз. Бүгінгі күннен бастап жұмысымыз басталады түсіндіру бойынша. Референдум учаскелерінде мүгедектігі бар адамдардың дауыс беру құқықтарын іске асыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын деп атап көрсеткен. Дауыс беруге арналған үй-жайлар, пункттер орналасқан ғимаратқа кіреберісте тұтқалар, төсеніштер, пандустер, сондай-ақ басқа да құрылғылар уақытша болса да көзделуі қажет.